Hello children, how are you? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныптарға арналған ТЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Task for the summative assessment for term 3rd. Now the first task, listen to the conversation carefully and complete the sentences. Яғни, бірінші тапсырмада екі адамның әңгімесін тыңдап, тапсырманы орындаймыз астында. Ол тапсырманың тексті мынау, бізде осы текст бойынша оқып жұмыс жасаймыз. Let's read the text. Conversation. Mom, do you think it's going to be rainy tonight? Yes, sweetie. Яғни, мама, бүгін ауа райы жаңбырлы болады деп ойлайсың ба бүгін? Yeah, I think it will because there is thunder and lightning. Жауады деп ойлаймын, себебі аспан күн күркіреп, найзағай ойнап тұр. What do you think, honey? Сен қалай ойлайсың? Well, I guess so, because it was foggy this morning and it's humid. Мен де солай ойлаймын, себебі бүгін таңертең тұманды болды және влажный болды погода. I think we should watch the world weather forecast. Менің ойымша біз әлем ауа райын қарауымыз қажет. That's a great idea. Good evening. Welcome to the world forecast, weather forecast. Let's take a look at the weather now. Кеш жарық. Ауа райы мәліметіне қош келдіңіздер. Қазір ауа райын қарап өтейік. It's cold and snowy today. Бүгін суық және қарлы. In northern Canada, people are staying in their homes for a long winter day. Солтүстік Канадада адамдар көбісі үйлерінде қалды біраз уақытқа дейін. While in South America, the weather is hot and sunny. Ол уақытта оңтүстік Америкада ауа райы ыстық және күн шуақты болды. Everybody is enjoying their summer holidays. Бәрі жаз демалыстан рахаттанып демалуда. In some parts of Europe, the temperature is cool. Европаның біраз бөлігінде ауа райы салқындау. It will be very windy. Желді болады. It's like fall, but today is Asia. The weather is cloudy and warm. Күз секілді, бірақ бүгін Азияда ауа райы бұлтты және жылы. Everybody wants spring. Бәрі көктем келген қалайды. Tonight in America, the weather is overcast and rain is possible. That's the world weather forecast for tonight. Мынау бүгінгі ауа райы болжамы. Brian Landers reporting. Яғни ауа райын айтып беруші Brian Landers. All right, sweetie, have you heard the news? Жақсы тәтті менің ауа райын естідің ғой? Я естідім. Well, tonight it might rain. Let's go to bed early. Я жаңбыр жауады екен. Ертерек жатайық. Are you sleeping now, honey? Сен ұйықтап жатырсың ба? No, not really. I'm just scared of thunder and lightning. Мен күн күркіреуі мен найзағайдан қорқып тұрмын. All right, let's go to bed then. Онда жатайық. Now, task 1. Осы текст бойынша біз оқып аудардық. Осы жерге сөздерді қоямыз. There is thunder and now in America. Яғни Америкада күн күркіреуімен не болып жатты? Thunder and lightning. Найзағаймен күн күркіреуі. Next, in northern Canada, the weather is cold and snowy. Солтүстік Канадада суық және қарлы болып тұр деп айтты. The weather in Europe is windy, желді. Европада желді. The weather in Asia is cloudy and warm. Азияда ауа райы жылы және бұлтты болып тұр. Task 2. Read the text and write true or false. Дұрыс бұрысын жазу керек. Tom is an animal lover. He admires all animals. Яғни, Том жануарды жақсы көретін адам.
Ол барлық жануарларды жақсы көреді. When he was a kid, Tom read many books about animals. Ол бала кезінде Том жануарлар жайында көп кітаптар оқыған. The most exciting thing for him was going to the zoo. Яғни оның ең сүйікті ісі ол үшін зоопаркке бару болды. He could spend hours watching the animals walk around, sit or even sleep. Бұл уақытын жануарларға қарап отырғанды ұнататын, жақсы көретін. When Tom was older, he went on a safari to Tanzania. Жаңағы Том өскен соң, ол Танзанияға сафариға барды. He saw animals in wild nature. Ол жабайы табиғаттағы жануарларды көрді. Now Tom thinks about the future of animals. Енді Том жануарлардың болашағы жайлы ойлайды. Some of his favorite animals are dying out. Оның сүйікті жануарларының бірі өліп кеткен. Tom thinks that people need to save wild nature. Том жабайы табиғатты сақтау қажет деп ойлайды. Children must have the chance of seeing animals in the wild in future. Now let's do the task. True, false. Бірінші сөйлем. Tom doesn't love animals. Том жануарларды жақсы көрмейді. It is false, yes. Next. Tom liked to go to the zoo very much. Ол зоопаркке барғысы келді. It's true. When Tom was a kid, he went on a safari to Tanzania. Ол бала кезінде Танзанияға барды деді. Ол өскен соң барды деп айтты. It's false. He saw wild animals in cage in a safari park. It's false. People must save wild nature. Яғни жабайы табиғатты қорғау керек. It is true. Exercise. Task 3. Fill in the gaps with the connectors. So or because and сөздерін қойып жазу керек. The first sentence. When it's raining, people wear raincoats or take an umbrella. Яғни жаңбыр жауып тұрған кезде адамдар жаңбырда киетін пальто немесе қолшатыр алулары керек. Or деген бізде немесе деген сөз. We put on warm coats and mittens because we are going to make a snowman. Біз жылы киімдерімізді, жылы пальтоларымызды және қолғаптарымызды кидік, себебі біз аққалы жасайын деп жатырмыз. Because себебі. It's very hot today, so we are wearing t-shirts, shorts and sandals. Бүгін ыстық, сондықтан біз футболка мен сандал, шорт киеміз. It's cool and wet in autumn, and sometimes it can be windy and foggy. Күзде салқын кішкене, және кейде желді тұманды болады дейді. And деген және. Now exercise 4. Look at the picture and talk to your classmates about it. Мұна суреттерге қарап, осының біреуін таңдап, сыныптасымен сөйлесуіміз қажет, диалог құрып. For example, student A былай айтыпты. What can you see in the picture? Суретте не көріп тұрсың? I can see zoo, яғни зоопаркты көріп тұрмын. Do you like to go to the zoo? Зоопаркке барған ұнай ма? I like to go to the zoo to watch animals and birds. Я зоопаркке барып жануарлар мен құстарды тамашалаған ұнайды. What animals are there in the zoo? Қандай жануарлар бар ол жерде? There are many different animals. Ол жерде көптеген әртүрлі жануарлар бар. Осы сияқты суреттерге қарап отырып диалог құруымыз қажет. Do you understand, children? Goodbye.